полимеразды тізбектік реакция деген бар ғой, ПЦР. Соған тест жүйелер дайындау көптеген ауруларға. Мына Витамас деген бар, бұл мына маститті емдеуге жасалған, өте онда патент алынған. Венаның сальмонеллездық аборты деген ауру бар ғой, соған қарсы вакцина шығарылып, сібір жарасы деп айтады ғой, негізі сібір жарасы деген дұрыс емес, оны топалаң деп айтып жүр, қараталақ деп айтып жүрміз. Ол аурулардан біздің республика аумағының статусын анықтау. Елдің территориясына кіргеннен кейін оны бір ай карантинде ұстап, міндетті түрде бөлек ұстайды. Құстың тұмауы шықты, Қарағанды облысында нелерде, енді олардың жаңағы территорияға біздің ену мүмкіндігі қалай енді, оның бәрін жаңағы індеттануға зерттеу арқылы олар көбінде анықтап отырады. Біз бүгін Қазақ ветеринарлық ғылыми зерттеу институтына келіп отырмыз. Осы институттың бас ғылыми қызметкері, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Аспен Абуталиповичтен сұхбат алайық деп едік. Абуталиұлы. Ал Асеке, мынау қазіргі таңдағы өздеріңіздің институт жайлы айтып кетсеңіздер, қандай қазіргі өзекті мәселелерді қарастырасыздар, қандай жетістіктеріңіз бар, сол жайлы айтып кетсеңіз. Жақсы. Енді біріншіден рахмет, осындай үлкен аудитория тыңдайтын сұхбатқа қатыстырып, біздің институт жайлы да кейбір мағлұматтар беруге мүмкіндік жасап атқаныңызға. Енді Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты деген бұл біздің Қазақстан Республикасындағы бүкіл ветеринария ғылымының қара шаңырағы деп атауға болады. Өйткені бүкіл осы Қазақстан Республикасындағы ғылыми мекемелердің ең алғашқысы екен. 1905 жылы Орынборда ветеринариялық бактериологиялық зертхана негізінде ашылған. Қазір мінекей биыл 118 жыл толып отыр біздің. Ал біздің қазір Қазақстандағы ғылыми мекемелердің бәрінің көбінің тарихында 70-80-90 жыл 100-ден асқандары жоқ деп айтуға болады. Ол бірінші. Енді сондықтан да біз өзімізді жауапкершілікті сезінеміз. Бүкіл ветеринария ғылымының қара шаңырағы болған жерде, осы жерде бүкіл ветеринариялық ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары осы жерде шоғырланған. Негізгі бағыты институттың сол ашылғаннан бастап қазіргі уақытқа дейін бұл жаңағы инфекциялық патология деген, яғни жануарлардың аса қауіпті ауруларының алдын алу, олармен емдеу, күрес жолдары. Енді қазіргі жағдайда біз індеттанулық мониторинг деп атаймыз. Қазір соңғы 3 жылдықта мысалы біздің жасалынып жатқан негізгі ғылыми зерттеулеріміз осы Ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринариялық бақылау қадағалау комитетінің тапсырмасымен 24 аса қауіпті ауруларға қарсы індеттанулық зерттеулер жүргізіп, солардың шығу себептерін, осы уақытқа дейін ол аурулардың Қазақстан аумағында кездесуінің себептерін анықтап, одан кейін кейбір ауруларға қарсы, сол ауруларды анықтауға қарсы, немесе олардың алдын алуға қарсы диагностикалық препарат, немесе вакцина. Қазір мысалы өте біздің ғылымда осы соңғы уақыттарда салада дамып келе жатқан мынау полимеразды тізбектік реакция деген бар ғой, ПЦР. Соған тест жүйелер дайындау көптеген ауруларға. Вирустық аурулар бар, оның ішінде мысалы айналысып жатырмыз қазіргі уақытта. Енді сол
ауыл шаруашылық министрлігінің тапсырмасымен орындалып жатқан жылдың 2 жыл бітті, 3-ші жыл. Осы жылдың аяғында қорытынды есепте осы жаңағы алға қойған мақсаттардың бәрінің нәтижелерін береміз. Нәтижелер бергенде жаңағы 10 шақты препарат, вакцина бар, оның ішінде диагностикумдар болады. Одан кейін басқа ауруларға жаңағы ұсыныстар пайда. Әзірлемелер ретінде ғой? Әзірлеме ретінде қазір дайын. Әлі енгізілген жоқ. Осы 3 жылдық бағдарламаның ішінде сіздер оны өндіріс жылдың аяғына дайындап жатырсыздар. жылдыңа дейін жаңағы нормативті техникалық құжаттама дейді ғой, соларын дайындап, сол комитеттің бізге енді тапсырыс берген солар комитетке тапсырып. Енді қазіргі уақытта сол шаруаларды жасап жатырмыз. Мысалы соңғы уақытта біздің мына соңғы бір 5-6 жылдың ішіндегі жасалынған өндіріске ұсынған препараттардың тізімі мына жерде бар екен. Жаңағы регистрационный удостоверение дейміз ғой, алған. Тіркеу куәлігін алған 26 Қазақстан Республикасында тіркеу. 26 препарат бар. 26-ның, мысалы айта кетсек, оның енді көбі диагностикалық препараттар, олар жаңағы мына республикалық зертхананың тапсырысымен солар қолданылатын. Ал енді мына неге емге, алдын алуға байланысты препараттарды атын бірнешеуін атап өтсем, мысалы мынау марал дейміз ғой, маралдарға, соларға жаңағы паразитке қарсы. Одан кейін мына витамас деген бар. Бұл мына мастит емдеуге жасалған, өте оның да патент алынған 17-ші жылдардан бері. Бұлар маститті емдеу ма, жоқ емдейтін? Емдейтін. Оның диагностикалық препараты да бар. Бұл жерде ол еміні емдейтін. Одан кейін мына интоксикан деген бар. Бұл жаңағы жалпы антитоксикалық, инфекциялық микробқа қарсы препарат. Онда қолдануға аясы біршама кең. Одан кейін эхинококозды емдеуге қолданылатын препарат жасалынып шығарылды. Одан кейін мынау сальмонеллездік жылқының, биенің сальмонеллездік аборты деген ауру бар ғой. Соған қарсы вакцина шығарылып, оны шаруашылықтар алып, пайдаланып, соңғы 2 қолданыста өндіріске енгізілді. Тіркеуден өткеннен кейін қолданыста ғой барлығы? Әрине. Иммунофарм деген иммуностимулятор препарат, иммуномодулятор. Бұны жаңағы иммунитетін көтеру үшін жануарлардың вакцинация жасаған кезде сонымен қосарлана бірге қолдану арқылы сонда иммунитеттің кернеуі бірнеше мәрте жоғары болады екен. Осы препаратты бұны даже біз неге мына Россиядағы Саратовтағы осы біздің институт сияқты ғылыми зерттеу мекемесімен бірігіп жасағанбыз. Қазір осы алдыңғы жылы Москваға 7000 флакондайын құтысын саттық бұл препараттың. Бұл да пайдалануда бар деп есептеуге болады. Одан кейін мынау сальмонеллез, бұзаудың сальмонеллезіне қарсы вакцина бар. Одан кейін мінекей вакцина қазір сібір жарасы деп айтады ғой, негізі сібір жарасы деген дұрыс емес, оны топалаң деп айтып жүр, қараталақ деп айтып жүрміз, әртүрлі. Халықтың арасында топалаң деп кеткен. Топалаң деген негізі ол қой мен ешкіге байланысты айтылған, өйткені көп мал бір уақытта топылдап құлап өліп қалады екен. Сибирская язва ғой? Сибирская язва орысшасы. Ал енді қазақша айтатын болсақ, оны енді ол ірі қара мал, жылқы, олар жаңағыдай көп мөлшерде көп ауырмайды. Бірең саран, біреу, екеу сөйтіп ауыратын. Оның ең бастысы енді бұның адам ауыратын болғандықтан өте аса қауіпті аурулардың қатары. Осыған қарсы вакцинаның өндірісін биыл ұйымдастырып жатырмыз. Алла осы биыл осыны өндіріс шығарып, биыл сол жаңағы шаруашылықтардың пайдалануына жыл аяғына дейін береміз деген жоспарлап отырмыз. Жаңа келген. Өйткені қазір біздің институт естіген боларсыздар, бұрын ауыл шаруашылық министрлігіне қарайтын болсақ, осы биылдан бастап бізді денсаулық сақтау министрінің қарауында Казбиофарм деген холдинг ашылды. Сол холдингтің қарауындамыз. Барлығы 8 институт, соның ішінде біреуі біз көптеген
осы өзімізде жылда қолданылатын вакцина, жаңа диагностикум сияқты препараттарды өзіміз жасауға жоспар құрып, осы биылдан бастап. Енді тағы да мына жерде мынандай бар, жылқының мына сақауына қарсы вакцина шығарылады. Содан кейін мына Центрем Форте деген препарат, бұл жаңағы дегерметизацияға, жануарлардың және жабайы жануарлардың паразиттерге қарсы. Және мына соңғы уақытта осы 4-5 жыл бойы біздің ғалымдар зерттеп, осы маракселез деген ауру бар екен, кератоконъюнктивит қой, соның маракселезный этиология дейді, соны дәлелдеді. Оның қоздырғышын бөліп алды. Соған қарсы енді міне жақпа мазь жасалынды. Ол да тіркеуден өтті, ол да қолданысқа енгізіліп жатыр. И сол маракселезге қарсы вакцина да әзірленді. Мұны енді осы жалпы негізгі біздегі шығарылып жатқан препараттардың тізімі осы. Одан басқа да қазір жасалынып жатқан, әлде де жоспарланған бірнеше препараттарымыз бар. Оны енді алдағы уақытта Алла осы іске асырамыз деп ойлап отырмыз. Негізгі қазір бағыт институттың жаңағы індеттанулық мониторинг жүргізіп, жаңағы 24 ауру екен, сондай тапсырма болған, сол аурулардан біздің республика аумағының статусын анықтау. Сосын жаңағы статус анықталғаннан кейін сол бойынша неге МЕП дейді, МЕПке досье жасап, мына жердің жаңағы таза екен, таза емес екен, оның бар артынан әлгі халықаралық сауда, қарым-қатынас сондайларға жеңілдету үшін, соларға кедергі болмас үшін осы нелерді, құжаттарды мониторинг жасап отырмыз. Жаңа сіздердің мынау осы институттағы жетістіктермен танысып өттік. Бұның бәрі өзіміз осы 2 жылдық пандемияда өздеріңізге мәлім, отаныңызға керекті заттар, вакцина болсын, отандық өнімдер ғой. Отандық өнімдер болу керек. Мысалы, Совет үкіметі кезінде болмаған індеттер болып жатыр. Біз енді бұлай ақпарат құралдарынан естіп жатамыз, анда болды, мұнда болды деп. Сол туралы не айтатын едіңіз, ол неге байланысты? Енді қазіргі жалғы бұрын бізде аумағымызда кездеспеген аурулардың бізде соңғы жылдары кездесіп атқаны жағдайлары бар, болмаған аурулар. Мысалы, бүлтанг деген болды ана жыл әлгі. Содан кейін мына соң 16-шы жылы бізде мына нодуляр дерматит деген ауру пайда болды, Атырау облысынан бастап. Оның негізінен зерттей келгенде біздің институтта зерттелді, соның бар. Оның енді Ресейдің территориясынан Астрахань арқылы келгені мысалы белгілі болды деген сияқты. Енді бұның бәрі соңғы уақытта мына алмасу, қарым-қатынас, мал сатып алу кезінде жаңағы кейбір жағдайда мына барлық жаңағы жасалыну керек шаралардың сақталмауы, жаңағы документтерін ғана сеніп сонымен алып келу, негізі ол малды алып келу үшін ана жақта карантин уақыт несі болып, сол жерде тексеріліп алу керек бірінші. Содан кейін елге келгеннен кейін екінші рет. Біз жаңағы жануар сатып алып, үй жануар болса, мысалы, ірі қараны сатып алатын болсақ, шетелден, сол елдегі бүкіл шаралардың барлығы паспортында ма жаңағы көрсетілу қажет. Одан басқа сол малды сатып алатын кісілердің ішінде жаңағы маман болып, ветеринария маманы, ол ана сатып алатын шаруашылыққа барып, сол жерде өз көзімен көріп, көзі жеткізу керек. Шынында да сол аурулар жоқ па, онда анау айтылған сертификатта көрсетілген шаралардың бәрі вакцинация болса, сол орындалды ма, орындалмады. Одан басқа елдің территориясына кіргеннен кейін оны бір ай карантинде ұстап, міндетті түрде бөлек ұстайды. Сол кезде тағы да оны тексеріледі. Енді анау 13-ші жыл ма, 14-ші жыл ұмытып қалдым, мына Север Қазақстанда жаңағы блютанг
деген аурудан неден көп малды 70-80 басты өртеді ғой мысалы. Сонда келгеннен кейін тексерген кезде біздің зертханалардың карантин кезінде анықталып, карантин кезінде анықталып, сіздер соны алдын ала алып, оны жаңағы оны енді не болмаса қайтару керек, ана жаққа не болмаса сол жерде бәрін несін утилизацияға жіберу, өртеп, солай жасалынды да. Ең бастысы, мысалы, сол індеттер қалай пайда болып жатыр, оның тоқтату жолдары бар ма дегендей? Оған біздің мына ветеринариялық қызметте қазір шекаралық қызмет бар, жаңағы ветеринарик бақылау қадағалау комитетінің осыған жауап беретін бөлімшелері бар. Осылар осының барын бақылайды. Алып келгенге дейін, келгеннен кейін қалай тұрғанын оны бақылап, соңғы уақытта әрине азайды ондай шаруа. Бұның бәрі жаңағы 14-15 жылдарда алғашқы кезде көп малдардың әкелуіне байланысты. Экзотикалық аурулар дейміз ғой, біздің бұрын территориямызда кездеспеген аурулар осылай келгені бізде жағдай болды, тіркелген жағдай. Қазір енді ветеринария бақылау комитетінің жаңа бөлімшелерінің жақсы қадағалауы арқасында соңғы уақытта ондайды естіле қойған жоқ. Дегенмен жаңағы әр жерде осы аурулардың өзіміздің территорияда шығып жатқаны бар. Мысалы, құстың тұмауы шықты Қарағанды облысында, нелерде, енді олардың жаңағы территорияға біздің ену мүмкіндігі қалай енді, оның бәрін жаңағы індеттануға зерттеу арқылы олар көбінде анықтап отырады. Ал жалпы қазіргі енді жағдайда тұрақты деп айтуға болады. Індеттік ахуал жалпы аурулар бойынша, бірақ жыл сайын белгілі бір көлемде жаңағы мөлшерде жаңағы ауруға, әртүрлі ауруға шығып тұрады. 20-25 ауруға дейін тіркелетін ошақтар бар. Әртүрлі. Сол ошақтарды біз қазір зерттеу үстіндеміз. Сол ошақтардың қай жерде, қалай шығып жатыр, оны ары қарай болдырмау үшін не істеу керек. Енді ол жаңағы шеттен әкелінетін малдармен арқылы тарайтын ауруларға байланысты. Одан басқа енді бізде өзі әлгі стационарлық ошақтар деген бар. Мысалы, топыраққа байланысты, мынау жаңағы Сібір жарасы деген сияқты, мысалы, қарасан ауруы бар, спора түзетін бактериялардың арқылы тарайтын аурулар, олар енді біздің территориямызда жылдап жататын, оның да жаңағы несін зерттеп, біраз зерттелінді мәселелері. Неге, қалай уақытта жатыр, сол ошақтардан барып, сынамалар алып, сол бар ма, сол жаңағы қоздырғыштар сол жерде тірі ме, ондайды анықтап жатырмыз. Соның бәрін сосын аумақты, территорияны, республиканың жаңағы осы аурудың, әртүрлі аурудың таралу деңгейі бойынша аумақтарға бөліп эпизотологиялық карта жасау. Оның бәрі сосын артынан сол ауруларға қарсы шаралар ұйымдастырғанда ветеринария мамандары соны пайдаланады. Бұл жерде мысалы көп таралған, бұл жерде аз таралған, ана жерде бәрін емдеу керек, болмаса жою керек, бұл жерде вакцинация жасалыну керек. Сол прогноз не жасау үшін. Осы негізгі бағыттар енді. Енді біздің аккредитацияланған зертханалардың қызметі аясында әзірше гормондарды анықтайтын бізде жоқ. Но антибиотиктерді, жаңағы ауыр металдарды анықтау, осыдан кейін жаңа айтып кеттім, өнімнің халал еместігін анықтайтын бізде ондай зерттеулердің несі бар. Сіздер оны зерттей аласыз? Зерттей аламыз. Сосын енді негізгі біздің бағытымыз мына инфекциялық патология деп айттым ғой. Сондықтан да көптеген аурулардың бәріне диагноз қоюға біз анализ жасай аламыз. Практикалық көмек бере аласыз? Практикалық көмек бере аламыз. Сосын аккредитациядан өткен бізде зертханалар бар. Соған алып келген сынама материалдарды тексеру арқылы диагноз қойып, әрі қарай сол шаруашылықпен енді келісім шарт арқылы сол шаруашылықты сауықтыру, емдеу жұмыстарында біздің мамандар жасай алады. Жасап та жатыр қазір. Сосын біздің институттың қазір 6 облысымызда филиалдарымыз бар. Сол филиалдар арқылы да біз көптеген жаңағыдай практикалық
көмек көрсете аламыз, методикалық көмек көрсете аламыз, семинар өткіземіз, тапсырыс бойынша жаңағы фермерлермен лабораториялық зертхана мамандарын оқытып, олармен де мына біздің базамызда оған мүмкіндік бар, ондай жұмыстарды жасап жатырмыз. Филиалдарымыз біздің Батыс Қазақстанда бар, Шығыс Қазақстанда бар, Қарағандыда бар, Қостанайда бар, Түркістан облысында бар, Жамбыл облысында. Бұрын көбірек болған, енді бірнеше филиалдарымыз жабылды, 9 филиалға дейін болған кезінде. Қазір бұл филиалдар арқылы да біз нақты шаруашылықтармен жұмыс жүргізе аламыз.